Завесить у компьютера. Список бар ғой. Да. Как докажешь? Сіз тілек айтып шеш. Сіз тілек айтып шеш. Тілек айтып жеріңіз шеш. Мен де күнде айтып жатырмын ғой. Иә, айналайын. Сенің өмірден ала жағың көп еді. Енді бәріне де ризамын. Біріншіден денің әйтеуір аяқ басып жүргеніңе де шүкір енді. Иә, өмірдің қызығы көп қой. Бәрін көретін қызығы көп еді. Енді реті келмей қалды. Нағылайын. Енді барам жерге әлемді көп ойландық. Жіберсек пе екен, жібермесек пе екен деп. Сыртқа шығамын ба, шығып келші, бар темектер сосын артынан контрольға шығамын, киініп алып. Өйткені осы жердегілер сол осы бір сүйікті аға болып, неден шыққан балдардың көпшілігі темекісін несін бәрі соғады. Енді бір темекі керек, керек. Соны енді бір тіпті әйел адамдарды есік салып мақынды шақырып алып бұл бір жағынан жақсы. Енді сондай-ақ көрер қызың тиісті енді Алланың не айтады, соған енді көну керек, соған да риза болу керек. Барам дегенде біресе бар дедік, біресе барма дедік дегенмен барсын сен тәуекел. Өнемен үйде отыр, той бірдеңелер болып жатыр, қалып жатыр ғой енді көптеген заттан. Соның мұрны толмас дегенмен де тәуекел Аллаға тапсырдық, басаң бар дедік. Енді жолың болсын, жүрген жерің аман болсын. Кеше бір досы келді, бірге оқыған жігіттерден бір кейбіреулер іздейтін шығар. Сол кешеден кешке, таңертеңнен кешке дейін қыдыртты. Қалаға ресторанға апарған, не апарған, балық аулап отқан жерге дейін апарып көрсетіп өзінше шіргендетті. Енді көрсін деп жатырмыз ғой, көрмеген, көп затты көрген жоқ қой бала. Оған да ризамыз, нағылайын енді. Енді қалған өмірінде әлі де жас қой, 60-ға енді келейін деп жатыр, 60 деген. Емес ба, әлде де қызықты көріңкіре Алланың бір нететінім осы баланы әйтеуір намазын тастамайды. 4 мезгіл намазын. Тіпті шай суып кетеді, асыз күтіп отырамыз, бір шағып жүреміз. Соғығында постоянно намазды регулярно 4 рет оқи ма? Ол үлкен ауыр жоқ қой. Соны енді тастамай кетір осы уақытқа дейін. Соған енді Алла жар болсын, Аллаға тапсырдық, жолың болсын, аман жүр. Не деп айтамыз ғой енді, басқа не айтайын, жүрген жолың. Амин, амин. Жолың болсын, әлде де бақытың ашылсын, 60. Келесі жылы 60-ға толатын. Мүмкін оғанда да оған тағы бір жаңалық болып қалар. Алла бұйырса. Бір әйел сыртта отырғасын аяп, отырсыз ба? Көп отырдыңыз ғой деп шай әкеліп беріпті. Звада ма? Иә, сосын ертеңіне тағы ол әйелді взаимно бір шай әкеліп бергесін бір енді соның несін күтпегенмен бір жерден әкелетін пилесос бар еді, сол үйге қоя тұруға болады деген. Ертеңіне бірдеңе әкеліп қалып, апа сен мына әйел тәуір әкел екен. Мама, армандама, оның жолдасы бар, семьясы бар. Басқатылма. Не айтып отырсың? Сенің сұрапқаның жүріп отырмын деп сен негізін. Оның жолдасы бар, күйеуі теңгізде жүр. Мен тексеріп отырмын ғой. Полиция түсінбей қалдым, жағдай басқа болды, басқаша. Болды, давай. Жорқаның жолы болады. Ну, ничего. Наш дело молодой. Қысқа шыға берсең, мына шақырған жерлер біздер шақырып жатыр. Мен де бұны да. Бұл мен де көп кеткен жақсы көрмейді, өзі де бар. Негізі бара беру керек қой. Шақырды бара беру керек. Солай емес пе? Солай бара берсе бірдеңе болуы мүмкін. Үміттен әлде де жас қой, 60 ер адамға 60 дегенме. В общем, бағың ашылсын, жолың болсын, жүргенде жолың болсын. Арыстанның мерейі үстем болсын. Көңілді жүр. Арыстанбектің мерейі үстем болсын. Соған бар жатырмын. Күні кеше осы жігіттің үйленгеніне барбайды, енді не обязательно соның 60-ға шыған бару, бірақ барғысы келгесін, ана әйелге де айтам, баршыш, үйден шықмай жатыр ғой деп. Соның қошемет кетіп, соның қолпаштап,
жиналып келіп ол бала шағаларын тастап келіп отырсыңдар айнам сіздер кеше бесін тоғызы келеді дедіңіз. Не қылайын енді жандар ашиды ана бауырларының жаны қашығанмен жаны бөлек болғасын не істейін енді. Аман бол деймін. Сен де бол. Болды. Аман барып аман сау қайт көңілді қайт. Алла бір болды мама.